Құрметті медиа орталығының көрермендері, бүгінгі өтілетін дәріс бүгінгі сахаба. Өздеріңіз білетіндей, күнделікті медиа орталығында түскі сағат 1-де біз сахабалардың өмірін айтып жатырмыз. Бүгінгі сахаба Сағид ибн Амир әл-Джумахи деген сахаба. Жалпы әрбір сахабаның өзінің өзгелерден ерекшелеп тұратын белгілі бір қасиеті болады. Жаңағыдай белгілі бір мәселеде кейбір сахабалар басқа сахабалардан оқ бойы озық тұрады. Бұл енді былайғы өмірде де солай, әр адамның қабілеті әртүрлі болады. Әр адам әртүрлі нәрседе өте жақсы қабілетті болуы мүмкін. Сол секілді бүгінгі сахабаның негізгі оны ерекшелеп тұратын қасиеті шыншылдығы және жаңағы дүние мәселесінде өте дүниемен қарым-қатынаста, мал-мүлікпен, ақшамен қарым-қатынаста өте мұқият адам болған. Яғни ақшаның есебі, біреудің ақысына кіріп кетпеу, біреудің ақысын жеп қоймау деген мәселеге өте қатты мән берген сахаба. Жалпы адамның жасайтын күнәларының барлығы негізінде екі нәрсемен байланысты болып келеді. Жалпы мысалы ер адамда әйелге деген қызығушылық айтылады. Сол мәселе жалпы күнәға көп бейім адам тартып тұратын. Екіншісі дүние мүлікпен қарым-қатынас. Бұны пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде де айтқан. Үмбетім сендер үшін басқа кедей болып қалады деп басқа нәрседен қорықпаймын. Сендер үшін екі нәрседен қорқамын, екі нәрсеге алданып қалады деп уайымдаймын. Бұл енді ер адамдарға қатысты әйел мәселесіне және дүние мүлік мәселесіне алданып қалудан қорқамын деп айтады. Бірақ енді бұл жерде мына нәрсеге мән беру керек. Әйел деген кезде Бауыржан Момышұлы атамыздың мынандай бір сөзі бар. Адамды бұзатын үш нәрсе деп айтады да. Атақ, ақша және арақ деп. Төртіншісіне мен әйелді қоспаймын дейді Бауыржан атамыз айтады. Неге? Өйткені алғашқы үшеуінің буына алданып, буына бөлтіп, әйелді бұзатын еркектер деп айтқанда. Бұл жерде енді жаңағыдай бір әйелдің себебінен ер адам бұзылып жатса, бұл ер адамның өзінің кінәсі негізінде. Өйткені соңғы шешімді ер адам өзі қабылдайды. Сондықтан бұл жерде дұрыс түсіну керек әйел мен жаңағы дүние мүлік деген кезде. Сағид ибн Амир жаңағы дүние мүлік мәселесіне өте ықтият болды, сақ болды. Бұл кісінің жалпы тарихшылар бұл кісі жайында мынадай бір сөз айтады. Біз бұл сахабаны мына кітап бойынша қарастырамыз. Жаңағы Абдурахман Рафат әл-Баша деген автордың Суар мин хаяты сахаба деген әйгілі еңбегі бар. Сахабалар өмірінен көріністер деген деп аударса болады шығар. Кітап әдеби стильде жазылған. Жаңағыдай көркем суреттеулер, бейнелеулер сондай форматта жазылған кітап. Осы кітапта Сағид ибн Амир әл-Джумахи деген сахабаның өмірін бастаған кезде тарихшылардың мынадай бір сөзін келтіреді. Сағид ибн Амир роджулун иштарал ахирата бид дуния. Сағид бұл дүниесі арқылы ақыретін сатып алған адам дейді. Және ва асараллаха ва расулаху аля сивахума. Және Алланы және елшісін барлық нәрседен артық санайтын, барлық нәрседен жоғары қоятын еді дейді. Осы сөзін келтірген сипатын. Жалпы бұл Сағид ибн Амир деген сахабаның ислам дінін қабылдау оқиғасы өте ерекше бір оқиғаға байланысты қабылдаған исламды. Ислам оған ерекше әсер еткен бір оқиғаға байланысты. Бұл жалпы мына нәрсені айта кетейін. Жаңағы Мүъминун деген Құранда сүре бар, мүъминдер деген. Осы сүренің алғашқы 10 аятында мұсылмандардың нағыз мүміндердің сипаттары келтірілген.
Соның ішінде жалпы сүре қод афлахал муъминун деп басталады. Нағыз мүміндер бұл жетістікке жетті, нағыз мүміндер құтылды, нағыз мүміндер табысқа кенелді деп басталады да сүре. Сосын ар жағында алғашқы 10 аятында мүминдердің сипатын айтылады. Нағыз мүмин болу үшін қандай қасиеттер болу керек адамда деген. Соның 8-ші аятында мынандай бір не айтылады, аятта мынандай бір сипат айтылады. Уаллазина хум ли аманатихим ва ахдихим рағун. Олар аманатқа, өздеріне берілген аманатқа өте ықтият қарайды, аманатқа қылдай қиянат жасамайды, және берген серттерінде, берген уәделерінде тұрады деген сипат айтылады. Осы Мумин сүресіндегі осы сипат, муминнің сипаты, осы біз сөз етейін деп отырған сахабаның бойынан толыққанды көрініс тапты деп айтуға болады. Кәдімгі осы аяттың бір тірі мысалы секілді әсер қалдырады. Жалпы жаңа оқиға дедік қой, Сағид ибн Амирдің ислам қабылдау оқиғасы мынадай бір оқиғаға байланысты болады. Бәдір шайқасы ислам тарихында алғашқы мұсылмандар мен Мекке мүшриктерінің арасында өткен алғашқы шайқас, үлкен шайқас. Бұл шайқас Мәдинаның маңындағы Бәдір деген, Мәдинаға жақын аймақтағы Бәдір деген жерде өтеді. Бұл Мәдинаға жақын жерде өтуінің де осы жерден бір нәрсені түсінуге болады. Бұл қорғану мақсатында болған шайқас екендігін. Өйткені мұсылмандар белгілі бір жерге барып біреулерге соқтыққан жоқ. Яғни өздеріне қалаға келген қауіптің бетін қайтару үшін қорғану мақсатында соғыс болған осы жерде. Осы Бәдір шайқасында жалпы Мекке мүшриктері бұл шайқасты бастайды. Сол кезде мұсылмандар адам санының аздығына қарамастан жеңіске жетеді. Мұсылмандардың саны 300-ге жуық болады, ал мүшриктердің саны 1000-ға жуық болады. Яғни 3 есе аз санмен және толыққанды қаруланбаған әскермен мұсылмандар жеңіске жетеді. Осы кезде яғни мүшриктердің бұл жеңілісі мүшриктерге өте ауыр тиеді. Себебі яғни сол кездегі, сол замандағы араб түбегінде жалпы Құрайыштардың беделі асқақтап тұрған болды. Қағбаны басқарып тұрды. Ол кезде де қажылыққа келетін адамдар. Сол кезде Қағбаны ұстап тұрған сондай беделді адамдардың, және Мекке секілді өте маңызды аймақтың басшысы болған мүшриктер енді ғана құрыла бастаған бір қоғам, мұсылман қоғамынан жеңіліп қалғанына өте қатты негізі ашынады. Намыстары құлап, көздеріне қан толып, ашуланып, бұл нәрсені көтере алмайды. Одан кейін біздің тілмен айтқан кезде өте ұят болады, позор болады. Араб түбегіндегі басқа тайпалар барлығы, яғни аз ғана топтан жаңа құрылып жатқан мұсылмандардан жеңіліп қалғандығын бетіне салып қалатын болғандықтан өте қатты намыстанады. Содан кейін бұл жеңілістің кегін қалай қайтару керек, кімнен қалай өш алам деген сондай уайым болады мүшриктерде. Сөйтіп мұсылмандарға қалай есе қайтарам деп көздеріне қан толып сөйтіп жүрген кезде, осындай бір күндердің бірінде бұлардың қолдарына Хубайб ибн Ади деген сахаба түсіп қалады тұтқынға. Бұл сахаба, бұлар енді қалай өш аламыз, Бәдір шайқасында ойсырай жеңілді, қалай өш аламыз деп мүмкіндік іздеп отырған кезде, бұл Хубайбтың қолдарына түсіп қалғандығы үлкен мүмкіндік болады. Бұлар бұны жай ғана өлтіре салмай, бүкіл халықты жинап, айғайлатып, сырнайлатып, кернейлетіп, жарияға жар салып жазалауды ойлайды. Осылай ғана әзірге есе қайтаруға мүмкін екендігін түсінеді. Содан бұлар Меккеге жақын орналасқан Танғим деген жерде бүкіл халықты жинайды, Мекке халқын жинайды, хабарландыру айтады. Бәдірде
жақын өлген әйелдер, балалар және басқа да ер адамдар барлығы жаңағы бәдірде кеткен есесін қайтаратын мүмкіндік алғандай бәрі шуылдасып, айғайлап, шуылдасып жаңағы Тәңрим деген жерге келеді. Яғни қаумалаған ел. Осы халықтың арасында жаңағы бозбала Сағит ибн Әмір біз айтып отқан сахаба. Бұл сахабаның бозбала шағы бұл кез енді 18-19-ға жетер жетпес шағы болса керек, жас бала болады. Содан кейін бұл да арасында келе жатады. Ол кезде мұсылманшылықты қабылдамаған мүшриктердің арасында өсіп келе жатқан бала. Сонда бұл жаңағы физически күшті болады. Кітапта сипаттайды. Физически күшті адам болғандықтан жаңағы қаумалаған елді жаңағыдай бұзып жарып кіріп жаңағы Хубайбты жазалайтын жерге барынша максимум жақындайды. Жаңағы Абу Суфиян секілді, жаңағы Сафуан ибн Умайя секілді мүшриктің көсемдері жаңағы жазаны жүзеге асырайын деп жатқан кезде сол тұсқа барынша жақындап көргісі келеді, жақындап барады. Сөйтеді дағыны жаңағы мұқият бақылап тұрады. Қараса, жаңағы Хубайб деген сахабаның арқанмен барынша матап байлаған. Сөйтіп тұрған кезде Хубайбтың былай деген сөзін естиді. Сендер маған жазаны жүзеге асырмас бұрын 2 рәкат намаз оқуға мүмкіндік берсеңдер деп өтініш жасап отқанын сұрайды. Естиді. Сонда жаңағы мүшриктер мүмкіндік береді оған 2 рәкат намаз оқып алуға. Сөйтіп 2 рәкат намаз оқуға кіріседі Хубайб деген сахаба. Сонда жаңағы Сағит ибн Әмір ол кісінің намазын сипаттайды. Сондай бір өте әсерлі оқыды дейді намазын. Ерекше құлшыныспен жаңағыдай намазға барынша кіріп бар ынты-шынысымен оқыды дейді. Сондай сүйсініп қарадым дейді бұл әрекетіне. Сөйтіп намазын бірақ ұзаққа созылған жоқ дейді. 2 рәкат намазы оқып біткеннен кейін жаңағы мүшриктерге қарата былай деп айтты дейді Хубайб. Егер сендер мені жаңағы қорыққаннан намазын созды деп ойламағандарыңда, егер солай айтпайтын болғандарыңда, мен намазын біраз созар едім. Яғни намазға былай құмарым қанбай қалды деген сөзді айтады да. Сендер қорықты деп ойламас үшін ғана мен намазымды қысқа қайырдым деген сөз айтады. Бұл сөзді де ерекше Сағитқа қатты әсер етеді. Одан кейін жаңағы кім айтады? Абу Суфиян жаңағы кімді жазалап жатады да, Хубайбты жазалап жатқан кезде, енді бұл жерде тек дарға асып қана қоймайды, негізі дарға асу арқылы өлтіреді, бірақ оның алдында денесін кескілеп, өте жәбірлеп, қорлап өлтіреді да. Өйткені жаңағы ыза кек бар, бәдірде кеткен есе бар. Осы денесін кескілеп, солай жәбірлеп жатқан кезде жазаны бір сәт тоқтатып, жаңағы Хубайбқа былай деп, Абу Суфиян былай деп айтады да. Ей Хубайб, сен мына жазаны Мұхаммедтің кесірінен тартып жатсың. Сен қалайсың ба дейді, осы сенің орнында Мұхаммед дәл осылай азапталған қалайтын бедің деп сұрайды. Сонда Хубайбтың берген жауабы, мен дейді бала шағамның арасында, отбасымда аман есен отырып, Мұхаммедтің менің орнымда осылай жаза тартқаны былай тұрсын дейді. Мен дейді оның табанына бір шөкім тікен кіргенін де қаламаймын дейді. Осылай жауап береді. Бұл сөзге яғни Сағит та қатты таңғалады, сосын жалпы көпшілік те таңғалады, Абу Суфиян да қайран қалады. Сонда Абу Суфияның әйгілі сөзі бар. Мен дейді, Хубайбтың Мұхаммедті жақсы көргеніндей бір адамның екінші адам жақсы көргенін өмірде кездестірмеппін дейді. Яғни мұншалықты адамды жақсы көруге бола ма деген сияқты сондай бір таңғалысын білдіреді да. Адам өзі қатты азапталып тұр, жаңағыдай денесін кескілеп жатыр, ойына келген істеп жазалап жатыр, бірақ сөйте тұра сол жазаға себеп болып жатқан енді сенімі ғой.
сол себеп болып жатқан адамға титтей де бір жамандық тілемеу, титтей де бір басқа ойда болмау деген шынында керемет махаббат. Одан кейін жалпы осы жазаны жүзеге асырады. Әбу Суфияндар жаңа өлтіруге жақындаған кезде жаңа Хубайбтың мынадай сөзін Сағид естіп қалғанын айтады да: Аллахумма ахсуйхим адада вақтулхум бадада уәлә туғадир минхум ахада. Аллах Тағалам бұларды дейді, яғни жаңағы жазалап жатқан мүшриктерге қарғыс айтады, кері дұға жасайды. Аллах Тағалам бұларды бір-бірлеп өлтір, бұлардың ешқайсысын да қалдырма деп дұға етеді. Бұл дұғасы да яғни кімге қатты әсер етеді? Сағидқа. Жаңағы одан кейін бұл жаза жүзеге асады, жаңағы Хубайб қайтыс болады жаңағы жазадан. Одан кейін барлығы неге кетеді? Жаңағы жазаны жүзеге асырып Меккеге оралады бәрі. Сөйтеді дағы бұл оқиғаны Мекке мүшриктері аз ғана уақытта ұмытып кетеді. Солай сипатталады тарих кітапта. Содан кейін бірақ жаңағы Сағидтың есінде бұл оқиға қатты жаңағыдай қашалып қалғандай қатып қалады да. Бір сәтте бұл оқиғаны ұмытпайды. Түсінде, тіпті Хубайбты түсінде көреді, өңінде де соның айтқан сөздерін, әрекеттерін, оқыған 2 рәкат намазын қайта-қайта есіне түсіп кете береді. Өте ерекше әсер алады. Сосын бұл Хубайбтың бұл әрекеті Сағидқа көп нәрсені ұқтырды. Кітапта сөзбе-сөз былай деп сипатталады: Алламаху аннал хаятал хаққата ақидатун ва жихадун фи сабилил ақидати хаттал маут. Оның бұл әрекеті дейді, Хубайбтың әрекеті бұл өмірдің дейді, шынайы нағыз өмірдің бұл сенімнен тұратындығын және сол сенімнің жолындағы күрестен тұратындығын және бұл күрестің өмірдің соңына дейін жалғасатындығын ұқтырды дейді Хубайбтың әрекеті. وعلمه أيضا أن الإيمان الراسخ يفعل الأعاجيب. Және мына нәрсені де ұқтырды дейді: шынайы иман ғажайып нәрселер тудыратындығын, ғажайып нәрселерді сондай көрініс беретіндігін. Яснағал мұғжизат, және мұғжизалар жасайтындығын, бір таңғажайып нәрселерді жасайтындығын, туындататынын түсіндірді дейді. Және басқа да нәрселерді ұқтырды дейді. Бұл Хубайбтың негізі өлім алдындағы 2 рәкат намазы осы Хубайбтан қалған сүннет дейді. Жалпы ислам тарихында басқа бір кезеңдерінде де бұндай нәрселер кездескен. Жаңағы жаза тартайын деп жатқан кезде 2 рәкат намаз оқуға мұрсат сұрау деген нәрсе осы Хубайб деген сахабадан қалған сүннет деп айтылады. Одан кейін жалпы осы оқиғадан кейін көп өтпей Сағид жалпы ислам дінін қабылдайды. Ислам дінін қабылдап Мәдинаға көшеді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жанына барады. Одан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл сахабаны өте қатты жақсы көреді. Сосын кітапта мынандай нәрсе айтылады: وَلَمَّا انتقل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه وهو راض عنه. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дүниеден озған кезде бұл Сағидқа өте разы болып кетті дейді. Сағидтың жалпы сенімге деген жаңағы беріктігі, тақуалығы, жалпы өмірлік ұстанымы, өзінің жаңағыдай қасиеттері, осы нәрселерге риза болып кетті дейді. Золла мин ба'дихи сайфан маслулан фи айди халифатайхи Аби Бәкр ва Умар. Және пайғамбарымыздың көзі кеткеннен кейін оның 2 халифасының сенімді, жаңағыдай былайша айтқанда қылышы, қолындағы қылышы болды дейді. Яғни сенімді көмекшісі болды дейді. Әрдайым жанынан табылды. Ва аша масалан фаридан фаззан лил муъмини аллази иштара ал-ахирата бид-дуnya. Және дейді мына дүниесімен ақыретін сатып алудың сондай бір дара үлгісі болды дейді мұсылмандар үшін. Яғни мына дүниемен ақыретті сатып алу, яғни ақыретті қамтамасыз етіп қою
деген нәрсенің қалай жүзеге асатынының бір дара үлгісін көрсетті дейді. وآثر مرضات الله وثوابه على سائر رغبات النفس وشهوات الجسد. және Аллах Тағаланың разылығы мен оның сауабын беретін сауабын барлық нәпсі қалауларынан, дене тән қалауларынан жоғары қойды дейді. Одан кейін жалпы Омардың екінші халифа Омардың халифалығы жаңадан басталып жатқан кезде Омарға келіп, бұл кісінің Сағидтің айтатын насихаты бар, әйгілі кітапта келеді, сол керемет өсиет айтады Омарға. Я Омар усика ан тахшаллаха финнас. Ей Омар, адамдардың ақысында, жалпы адамдармен қарым-қатынас мәселесінде, олардың ақысы бар, олардың талабы бар, олардың арасында жасалу керек әділдік бар. Осы мәселеде Алладан қорқ дейді. Яғни Аллаға тақуалық қыл дейді бұл мәселеде. Уәлә тахшан наса финнас филлах. Ал Аллах Тағалаға қатысты мәселеге келген кезде адамдардан жалпы қорықпа дейді. Адамдар не дейді, жұрт не дейді, адамдар мені айыптайды ғой деген сияқты нәрселерден тартынба дейді. Уәлә юхалифа қаулука фиғлак. Және сөзің ісіңмен, яғни үндессін дейді. Сөзің ісіңнен алшақ кетпесін дейді. Фәинна хайрал қаули ма саддақахул фиғл. Шын мәнінде сөздің жақсысы дейді, іспен қуатталғаны дейді. Я Умар ақим ваджхака лиман валлак Аллаху амараху мин баидил муслимина ва қарибихим. Ей Омар дейді, саған алыс болсын, жақын болсын, өзіңе тапсырылған, яғни Аллах Тағала тарапынан тапсырылған мұсылмандардың ісін дейді, ісіне бар ынты-шынтыңмен бет бұр дейді. Яғни соған өте мұқият бол дейді. Ва ахибба лахум ма тухиббу ли нафсик ва ахли байтик. Және өзіңе және отбасыңа қалаған жақсылықты оларға да қала дейді. Вакрах лахум ма такраху ли нафсика ва ахли байтика. Және өзіңе отбасыңа қаламаған нәрсені оларға да қалама дейді. Вахудил ғамарати илал хаққи ва ла тахиф филлахи лаумата лаимин. Және ақиқатқа ұмтыл, яғни Алла жолында жүрген кезде адамдардың айыптауынан жаңағыдай қорықпа дейді. Осындай керемет өсиет айтады. Сосын жалпы осы өсиеттен кейін Омар былай деп сұрайды да, яғни мына нәрселердің барлығын, ей Сағид дейді, мына нәрселерді кім жасауы мүмкін, кім жасайды, бұл кімнің қолынан келеді дейді. Сонда Сағидтың жауап бергені, сен секілді мұсылманның қолынан келеді дейді. Яғни сенде сондай не бар де, потенциал бар деген сөз айтады. Одан кейін Омар бұл кісіні көмекші қылып алуды ұйғарады өзіне. Сосын Химс деген жерге, Шам аймағына жақын Химс деген жерге, бір елді мекен, ауыл мекен, енді қазіргімен айтқан кезде бір облыс деуге болатын шығар, өйткені әкім қылып тағайындаған кезде, сондай бір аймақтарға әкім қылып тағайындаған кезінде халифалар, бір облысқа басшы қылып тағайындайды бұл кісіні. Бірақ осы нәрсені, осы қызметті ұсынған кезде Сағид жаңағыдай шырпыр болып бұдан жаңағыдай қашады. Мен бұл нәрсе мынандай сөз айтады да, мені адасуға итермелеме, дүниеге деген қызығушылығымды оятпады деген сөз айтады да. Сонда Омар ашуланады. Сендер маған осындай міндетті тапсырдыңдар дейді. Енді басшы деп мойындадыңдар. Неге өздерің қашасыңдар? Аллаға ант етейін, мен сені бұлай қалдырмаймын, сені осы қызметке тартам дейді. Сөйтіп әйтеуір көндіріп, облысқа, Химс деген жерге, өлкеге басшы қылып тағайындайды. Одан кейін Химстің тұрғындары, біраз айлар өткеннен кейін Химстің тұрғындары Омарға келеді бір күні. Сонда енді басшылары Сағид ибн Амир, сонда Омарға келіп, пақыр міскіндердің жағдайы төмен, қазіргі тілмен айтқанда әлеуметтік аз қамтылған отбасылардың, адамдардың тізімін алып келеді.
сөйтіп Омарға көрсетеді. Сол Омар тізімді мұқият қарап отырса, арасынан жаңағы Сағит ибн Амир деген адам жазушы не шығады да, тізімде сол кісінің аты тұрады. Сонда енді ол кісі ойлайды, аттас біреу шығар бәлкім. Мына кісі кім дейді, Сағит ибн Амир деген кім дейді. Сонда жаңағы халық айтады, бұл кісі біздің басшымыз дейді. Сонда Омар таңғалып сұрайды, басшыларың фақыр ма дейді, басшыларың кедей ма дейді. Сонда иә, басшымыз кедей, ол кісінің үйінде қазан асылмағалы біраз айдың жүзі болды дейді. Сонда Омар Химс жаңағы кісілерге, Химстан келген тұрғындарға 1000 динар беріп жібереді. Басшыларыңа беріңдер, қажеттерін қамтамасыз етсін дейді. Сонда осы нәрсені, дүниені 1000 динарды алып келген кезде Сағиттің әрекеті, реакциясы мынадай болады да. 1000 динарды беріп жіберді халифа сізге деп алып келген кезде «Ва инна лиллахи ва инна илайхи ражиғун» деген аятты оқиды. Әдетте мұсылмандар қаралы хабар келген кезде, бір адам қайтыс болды деген хабар келген кезде оқитын аятта бұл. Яғни бәріміз Алладан келдік, бәріміз Аллаға қайтамыз деген, яғни Алладан келгендігіміз, Аллаға қайтатындығымызды бір еске салатын осы аятты оқу дәстүрі бар да, пайғамбар саллаллаху алейхи келе жатқан. Осы аятты оқыған кезде әйел таңғалады да. Әйелі ақшаға келгенінен хабарсыз. Сонда ей Сағит, не болып қалды, халифа қайтыс болды ма деп сұрайды да. Сонда жоқ, одан жаманы болды дейді. Сағит айтады, одан сорақысы болды дейді. Онда мұсылмандар жеңіліс тапты ма бір соғыстан, не болып қалды деп сұрайды әйел. Сонда одан да жаманы болды дейді, Сағит айтады. Сонда енді бұдан жаман не болуы мүмкін дейді ғой. Сонда Сағиттың айтқан сөзі, менің отбасыма дейді, ақыретімді бүлдіретін бүлік келді, фитна келді дейді. Яғни дүниені меңзеп тұр. Сонда жаңағы әйел айтады, ондай ақыретімізді бүлдіретін бүлік болса, одан тезірек құтылайық та дейді. Ол не нәрсе дейді. Осы сөзді айтқан әйелі негізі әңгіме ақша жайында болып жатқан негізі хабарсыз болады. Сөйтіп Сағит жағдай түсіндіреді, 1000 динар халифаның беріп жібергендігін, 1000 динарды. Жаңа құтылайық деп айтады ғой, бұл нәрседен құтылайық деп әйел айтқан кезде, сен маған бұл мәселеде көмектесесің ба, жәрдемші боласың ба, мені қолдайсың ба деп сұрайды Сағит. Әйел айтады, әлбетте дейді, отбасымызға қауіп келетін болса, неге қолдамайды? Бұл ақыретімізді құртатын болса, бұдан тез құтылу керек қой дейді. Сонда жаңа Сағит айтады, 1000 динар келді, осыны фақыр міскіндерге таратып береміз дейді. Әйел де келсе таратып береді. Яғни өздері қанша уақыттан бері ыстық тамақ жемеген, қазан асылмаған отбасы бола тұра осындай нәрсе жасайды. Одан кейін уақыт өте келе тағы бір оқиға болады Омар мен Сағиттың арасында. Омар Сирия аймағына, Шам аймағына жалпы халықтың жағдайын бақылап келуге жолға шығады. Сонда Шамға жетер жетпес жолдан Химс деген өлкеге Сағиттың басқарып отырған. Сол жерге аялдайды, түстенеді. Сөйтіп халық халифа келді дегеннен кейін халифаға сәлем беруге келеді. Арасында басшысы да бар, Сағит. Содан бұл сәлем беруге келген кезде, енді белгілі халифаның сұрайтын нәрсесі белгілі, басшыларыңа, яғни разысыңдар ма, басшылардың көңілдерінен шыға ма, қандай шағым бар деген нәрсені сұрайды. Сонда халықтың шуылдасып, біздің 4 түрлі шағымымыз бар, айтуға рұқсат етіңіз дейді. Халифа рұқсат, тыңдайық дейді. Сонда айтқан шағымдары былай. Сағитқа шағымданады халық. Бірінші шағымы, бізге дейді Сағит дейді, яғни жұмысын таң атқаннан бастамайды дейді, біздің арамызға, яғни мінберге таңертеңнен бастап шықпайды. Бұл кісі түсте бірақ келеді дейді. Яғни жұмысын түсте бастайды. Содан түстен бастағаннан кейін жарым күн ғана бізбен болады, түстен кешке дейін. Біз осы нәрсеге наразымыз дейді. Сонда жаңағы Омар сұрайды Сағиттан,
бұның қалай дейді. Сонда Сағит ибн Амирдің жауап береді. Ей мұсылмандардың әміршісі, мен бұл нәрсені айтуды қаламап едім, бірақ мәжбүрлеп тұрсыздар, айтуға тура келеді дейді. Мен дейді үй шаруасына көмектесетін көмекшім жоқ. Жаңағы әйелім балалармен болады. Мен үй шаруасына, үйдегі шаруаларды бітіріп, таңертең ерте тұрып, нан ашытам дейді. Нан ашытып, қамыр, нан пісіріп, балаларымды тамақтандырып, сосын барып халықтың алдына барам дегенше түс болады дейді. Сонда Омар басын изейді да, халыққа қарап, екінші шағымдарың қандай, тағы қандай шағымдарың бар дейді. Сонда халықтың айтқаны, бұл кісі біздің басшымыз Сағит түнде адамды қабылдамайды, ешкімді қабылдамайды дейді. Яғни түнде бір сұрақпен, мәселемен баратын болсақ, кері қайтарады дейді. Сонда бұған не дейсің, ей Сағит деген кезде, Сағиттың жауап бергені, мен дейді күндізгі уақытында мұсылман халыққа арнаймын, ал кешкі түнгі уақытында Раббыма арнаймын, yani жаратушыға арнаймын дейді деген сөз айтады да. Мен түнгі уақытында адамдарға арнап қиянат қылғым келмейді дейді да. Сөйтіп үшінші шағымын айтады, халықтан сұрайды, тағы қандай шағымдарың бар деген кезде, айына бір рет, яғни Сағитты біз таппай қаламыз дейді. Бір күн бойы жоқ болып кетеді дейді. Таңда да кеште де жоқ, біз ол кісіні көрмейміз дейді. Біз бұған да наразымыз дейді. Сонда Омар сұрайды Сағиттан, бұның қалай, бұған не жауап айтасың дегенде, Сағиттың айтқан сөзі, менің дейді үстімдегі киімім, осы киімнен басқа ауыстыратын киім жоқ дейді. Мен айына бір рет осы киімді жуып, кепкенін күтемін дейді. Содан бір күнім сонымен кетеді, бір күн бойы далаға шығуға мүмкіндік таппаймын, мәжбүрмін дейді солай істеуге. Сосын төртінші шағымын халық айтады, кейде мәжілісте отырған кезде, мәселен жиналыс жасап жатады, немесе хұтпа оқып жатады, сол уақытта есінен танып қалады дейді. Яғни не айтып жатқан әңгімесін тоқтатып, біздің не айтып жатқанымызды естімейді, есінен танып, меңзеген күйге жетті дейді. Біз осы нәрсені түсінбейміз дейді. Сонда Сағит айтады, бұл нәрсені де мен айтқым келмеп еді, бірақ айтуға мәжбүр етіп жатсыздар. Мен дейді, Хубайб ибн Ади деген сахабаның жазаға тартылған кезде өліміне куә болғам. Сол оқиға есіме түсіп кетсе, мен сол кезде сол сахабаға көмектесуге мүмкіндігім болды ғой дейді. Осы нәрсенің есебін Аллах тағала менен сұрай ма деген алаңдаушылық бар деп. Осы нәрсе еске түскен кезде есімнен танамын дейді. Яғни өз-өзін жоғалтып қоямын дейді. Мен осы нәрсені айтады. Сосын жалпы Омар осыдан кейін мынандай керемет бір сөз айтады. Аллах тағалаға мақтау болсын, мені Сағитке деген көзқарасымда ойымды өзгертпегеніне Аллаға шүкір дейді. Яғни жалпы Сағит туралы жақсы ойда болғанда, яғни бұған дейінгі оның өмірі көз алдында ғой, бұған дейінгі ұстанымдары, тақуалығы, сол нәрсені есепке алып Сағитқа өте жақсы көзқараста болған. Енді мына халық шуылдасып шағым айтып отқан кезде қабая бір кемшілігі шығып қалар ма екен, ойым өзгеріп қалар ма екен деген бір алаңдаушылық болады да Омардың жүрегінде. Осы нәрсенің болдырмаған Аллаға шүкір деп шүкір айтады. Содан кейін жаңағы Омар Сағитқа 1000 динар береді тағы да. Енді қажетіңді өте, жаңағыдай үйге қызметші ал деген сияқты. Халықтың шағымын, яғни сейілту керек қой. Осы нәрселерді шешу керек. Былай қарасаң шағым да емес та негізі. Бір халықтың қойып отқан претензиялары бір мән беретін нәрселер емес негізінде. Алып бара жатқан бір қиянат та емес халыққа. Бірақ осының өзін ол сол кезде халық осының өзін бір не деп санаған да. Одан кейін жаңағы 1000 динарды берген кезде
әйелі қатты қуанады да, біз енді үйге азық түлік алатын болдық, мол жаңағыдай көптеп. Одан кейін үйге бір көмекші алатын шығармыз, әжептәуір ақша берді ғой деп қуанады да әйелі. Аллах тағала бізді байытты деп. Сонда жаңағы Амирдің, Сағит ибн Амирдің айтқаны, жаңағы жаңағы көмекші алайық деді ғой, азық түлік алайық деді. Осы нәрсені Сағит айтады, қаласаң бұдан да бір жақсы іс жасайық дейді, бұдан да жақсырақ нұсқа. Ол қалай деп әйел сұраған кезде, бұл нәрсені ертең бір қиын қыстау кезеңге біз түсіп қалған кезде еселеп қайтаратын жерге берейік дейді. Сонда жаңа әйел таңғалады, ол қалайша жүзеге асады деген кезде, біз Аллах тағаланың жолында, яғни Құдай жолында бұны садақа етейік. Ертең қиын қыстау кезеңде отырғаны ақыретте сондай бір шапағатқа мұқтаж қиын бір кезеңде бұл нәрсе біздің алдымыздан шығады дегенді меңзейді. Сөйтеді дағыны жаңағы қызметшілеріне тапсырады, нені 1000 динарды пақыр міскіндерге, жетім жесірлерге таратып беріңдер деп тапсырады. Жалпы оқиғасы мына кітап бойынша осымен бітеді. Негізі басқа тарих кітаптарында да кеңінен айтылады. Негізі қысқаша осы бас аяғы. Яғни жалпы ақша мәселесіне, дүние мәселесіне осылай өте ықтият болған сахаба болған. Яғни жаңағы Омар өзіне айлық тағайындайын деген кезде, жоқ, айлық тағайындап қажет емес деп айтады да. Жаңағы минимум қажетімді өтеп тұратын нәпақамды берсе, соны алсам болды деген нәрсе айтады. Яғни аз ғана бір айлық тағайындалып, сосын көбейтейік па деген кезде, жоқ, бұл менің қажеттіліктерімнен артылып жатыр деп жауап береді. Негізі ол артылып жатқан. Осындай бір сахаба дүние мәселесіне өте ықтият қараған, тақуа, турашыл, шыншыл, сондай қасиетімен ерекшеленеді. Бүгінше осы. Мұқият тыңдағандарыңызға рахмет, Алла разы болсын.